Жігіттер! San kurban sardalanın toparağın şangılığın aspan tektes azatlıktın жолындай arda қазақ жан қиған тарихыңның түп тамырын тектесең. Баршаларыңызға әппақ қардың көңіліндей жақсы демалыс. Ауа райы бұзылса да көңіліміз бұзылмасын, жақсы демалыспен қайтайық. Пайғамбарымыз саллаллаху болған айы мәуліт айы мұбарак болсын. Баршамыздың осы жерге жиылған ниеттерімізді Алла қабыл етіп берекетін берсін деп тілейміз. Ағамыз айтқандай Алтайдан Атырауға дейін деп, шынында да осы жерде Атыраудан да бауырдарымыз келіп жатыр. Алтайдан да келіп жатыр. Бүкіл жақтан жиналып жатырмыз. Жүріп шықтым белеске, белес шағын емес пе, осы тұрған отырыс бір ғанибет емес пе, есік алды құғалай, әркім көңіл жоғарай, асабайлықты керек, денсаулық болсай болады. Екен Алтай Атыраудың арасы, тау бауыры өзен көлдің жағасы, жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы, теуіп қалса темір үзіп өтетін, қайсар туған мен қазақтың баласы. Жаратқан Алла панасы, бесігі байтақ даласы, алашым деп аттанса ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақ туы қорғаған, толғаған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Тамаша, Зәпчик. Ощущение деген жынды ғой. Жақсы су деген керемет екен. Суға түскендерге, бүгін көл сайын суға түскендерге 2 шашын. Аман жоқ рақым жанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын. Біреуге аспандағы асылымын, біреуге жұртта қалған жасылымын. Өзім 10 салада жүрдім, 10 салада, 10 компанияда да компаньоным бар. Бір өзім емеспін. Басқарушы, атқарушыны дұрыс тағайындауымыз керек. Жалпы бизнесте мен соңғы 7-8 жылда көргенім, өзіңнің дояныңды қызғанбай бөлісу керек атқарушыға.
баласын алашымның ұлы даласы ұрпағына еткен аманат қазағымның ұлы баласы ханын лайлап сермеп қылышын қанын төккен қыз бен ұл үшін таңбасы бара тасқа жазылған ұмытылмас бабам ұлысы еркеп мінген асыл пырағына тойлаған салы бұраным ғасырласып келді бүгінге қазақ деген қайсар қыраным. Эмоция ұрған машаның ішінде отқан сияқты сезіндік, шын айтайын бар ғой. Біздің елдің жігіттердің төресі, олар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы, олар жайлы айтылмайтын биік мінбеден, өткен олар ақиқатпен шындық сөздің жебесі.